Қайырлы таң, бүгін тефтели дайындаймыз. Ең алдымен жуылған күрішімізге жылы су құйып 15 минутқа қалдырамыз. Фаршымызды бір ыдысқа салып, пиязымызды үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізілген пиязымызды фаршқа салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Неғұрлым көп араластырсаңыздар, фарштарыңыз соғұрлым жұмсақ, дәмді болады. Жуылған күрішімізді фаршқа саламыз. Сосын тұз, қара бұрышты салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң фаршты бір шетке қалдырып, қуыратын заттарымызды турап аламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап тураймыз. Сосын сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Және де сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Барлық затымызды турап болған соң, газға табамызды қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Сосын үстіне сұйық май құямыз. Жақсы қызғаннан кейін тефтелилерімізді томалақтап табамызға саламыз. Және де екі жағын қызартып қуырып аламыз. Тефтелилерімізді екі жағын жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін бір ыдысқа салып аламыз. Тефтелиді қуырып алған майдың үстіне пиязымызды салып, жұмсарғанша қуырып аламыз. Немесе өз қалауларыңызша майды ауыстырсаңыздар да болады. Мен фарштың дәмі кетпесін деп, майымды ауыстырмадым. Пиязымыз қуырып болған соң сәбізімізді, сарымсағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Сосын тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де бір шай қасық томатымызды салып, 2-3 минут қуырып, үстіне тефтелилерімізді салып шығамыз. Подливтеріңіз қою болу үшін қуырған кезде ұн сап жіберсеңіздер де болады. Тефтелилерімізді салып болған соң үстіне су құйып, бетін жауып, баяу отта 30 немесе 40 минут қалдырамыз. Тамағымыз дайын болған кезде қаймағымызды салып, жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Өз қалауларыңызша гарнир жасасаңыздар болады, мен спагетти жасадым. Өте тез әрі дәмді, жасап көріңіздер, ас болсын.